Bilmeymin sözdü neden aykayağı Baslarımda Ayts dep tayak жерге tastalında Jırlasam Barkıt belдің табиғатын Таңға дейін тауыспаспын dastanımda Дүрбелеңге толтырған заманым бар Дүние дейтін жалған қасқағымда Ковид пен карантиннен сөз қозғасам Еріксіз бұлт торлайды аспаныңда Қырғында айтып қалсам қаңтардағы Еске салам жазықсыз жас кәріңді Ал енді қымбатшылық жайында айтсам Күн сайын қиындатқан ас табуды Жоқ әлде жаңа Қазақстан деп шырқайын ба Адамдай ақиқатқа қас кәдімгі Не болса да бір айқасқа дайын келдім Сарбаздай білмей тұғын жасқануды Себебі жүрегімде сағыныш бар Тебірентіп толықтатын жас жанымда Ассалаумағалейкум деп бастайын Әдепте сәлемнен жоқ асқан үлгі Өз басым бақыттымын барлығыңның Аман сау көргеніме бастарыңды айқаяқ Ай, ай Боз жусан самал жерінен тербеледі Жігіттің бар мен жоғын ел көреді Дәл қазір санап тұрсам 3 жыл бопты айтысқа Ақсуатқа келмегелі 3 жыл бұрын келгім ақ келіп еді Милиция іздеп жатыр келмеді еді Мен келсем бірдеңесі бүлінердей ізімнен қиынбысы ерген еді Такси түгіл жүрсін мінген мәшиненің багажнигін тексеріп тергеп еді Сонда да жеттім бүгін Ақсуатқа елді көрсем мың жарам емделеді Аузымдағы өлеңнің өлмегені әзірге бізде ешкімнің жеңбеген айқаяқ Ай, Жақсы мен жақсы мәлім шатыспасы Жақсы мен жақсы мәлім атыспасы Ассалаумағалейкум Біржан Байту Бекболат пен Мұхамеджанның брәчкасы Көбейтіп Ақсуатта қатарымды Алардай шешіп менің шапанымды Мен сені жақыным деп бағаладым Бұйырғаның бағым деп шамаладым Айтыспасын бір сұрақтан бастайыншы Сен оны тек қызығу деп шамалағын Кейінгі кез керім көрінбей кетті Біржан Қай жақта жүр жаңағы ағаларың айқаяқ Ай, Қаратаудан кеп тұрған Ақсуат Жөн шығар бұндай сөзге шегінбеген Мен айтпай кім айтады елім өлең Ядролық қару деп кемістің ау Ондаймын деп ойламап ем тегінде мен өзім Семей жақтың баласымын Ол жақта атым бар ма төгілмеген Кезінде қызыл үкімет қанымды ішіп 40 жыл айқасып ем өлімменен Ядролық қарудан да күштімін мен Қатымның бомбысына жеңілмеген айқаяқ Ай, Біржан оңай құтылар кісі едің Жоқ әлде өз еліңнің күші едің Кезінде біреулерде билік бар да Айтыстан бәйгі алуға пысық едің Әр уақытта айтып қалсақ астафыралла Мынауың ширік деп қан ішіп едің Алмақта да салмақ бар дейді қазақ Мен қазір бәрін еске түсіремін Сонда айтқанда жауабын беретін дем Етке салмассың бүгін тек етімнен Әр уақыт мойындамас ақыным ай
Ақылды болса, ақылсыз болсаң азап шегетінен. Ырғызбай Досқананың әруағының айтысына кеп тұр екен не бетімен. Кез келді жауап, бүгін жауап беретұғын. Кез келді айтқаныңа сенетұғын. Әй сен бірақ Шымкенттің пысығысың, жеріңді білесің ғой өлетұғын. Қорқытпас Байтуыптың заты бізді, жейін деп келген жоқпын ақыңызды. Аманат болып кеткен Нұр Отандай, ауыстыра саларсыз атыңызды. Айқай ақау, ай өлеңін оңды солды төкпеледі. Көк мұхитта жүргізіп көк кемені. Ел балаң мен бел балаң бірдей ғой деп, бір жан бізге әжептәуір өкпеледі. Әй бір жан ұмыттың ба сендер жақта, дүбірлі бір додалы айтыс өткен еді. Сол кезде өзіңменен айтсам деп алып ұшып инатта жеткен еді. Аулыңның жүрелері қосылып ап, бір жан жеңді деп бізді тепкен еді. Арғымақ тақымдап кеткен еді. Айтайық осы өкпені тура біз дәл, ағайын Ақсуатта тулаңыздар. Біз бірақ ондай аудан емеспіз ғой, бір жанға қол соңындар шулаңыздар. Жай болсын деп айтып тұрмын дерек бүгін, көңіліңнің сезгеннен соң еректігін. Біз жақсы білеміз ғой таспен атқан адамды аспен ату керектігін. Айқай ақау, ай апырай шабыттанып тұрғаным ай, қасымдағы жарасқан бір жаным ай. Нұр Отан мен Аманатты айтамын деп есіме түсіп кетті бір жағдай. Шындықты шатастырмай жалғанменен айтайын тыңдарманға талғамды өлең. Кезінде Компартия пірің еді, орағын құшақтасқан балғанменен. Одан соң Отан деген партия аштық, Компартия тастап кеткен шалдарменен. Оны да Нұр Отан деп одан кейін, бұған дейін болғандар жалған дебең. Нұр Отан аманат боп кетті бүгін, қаңтарда болған себеп салдарменен. Ол өзі кімнің аманаты, атында мұның қандай мән бар дерем. Бүгін қаңтарда болған себеп салдарменен. Ол өзі кімнің аманаты, атында мұның қандай мән бар дерем. Нұр Отан аманат боп кетті бүгін, қаңтарда болған себеп салдарменен. Ол өзі кімнің аманаты, атында мұның қандай мән бар дерем. Бағыты ағысының ауыспайды, өзеннің ат өзгере салғанменен, ат өзгеріп қалғанменен. Ішінде сол баяғы персонаждар жазуларын өзгерте салғанменен. Төркінге барар жолын ұмытпайды-ау, әйелің фамилияңды алғанменен. Айқай ақау, көрмедік ай. Әзірге Қосановтан бастамаймын, айтам бірақ оны да тастамаймын. Ел қаласа хан түйесін соят деген, сол сөзді бүгін қалай растамаймын. Бір жан бізді бұқа деді сүзетіғын, осыма өлеңімді күзетуің. Ислам жайында біраз ой тарқаттың, сол жағын керек боп тұр түзетуім. Барлығың таза араб діні күштедіңдер, осыған еріңіздер ұш дедіңдер. Ислам діні ғайбаттама дегенменен біздерді бейнамаз деп тістедіңдер. Мыналардың діндері жөн емес деп талайдырықтарыңа күштедіңдер. Мен де білем жаңағы қағидатты, сендер ғана ұшатын құс бедіңдер. Біліп тұрып осының барлығында бір жан кезінде неге істедіңдер. Айқай ақау,
өзім желіккем жоқ, желпінгем жоқ. Айыра алмайсыңдар еркімнен тек. Қосаныптың жайын айттың қайтамаған. Оған менің маңдайым шертілген жоқ. Қосанып сайлауда рас бір алдады. Одан басқа зияның келтірген жоқ. Сенің елбасың сияқты бір жан досым Алтынбек Заманбекті өлтірген жоқ. Дулат Ағаділдерді аттырған жоқ. Қазақтың байтақ жерін саттырған жоқ. Кәсіпкерлер бастаған жұмыстарды туыстары тартып алып жаптырған жоқ. Қосанып халықты бір лақтырған мен Назарбаевтай 30 жыл лақтырған жоқ. Саналмай басыладау қадамдарың, осындай мет сөздерің адалдарым. Соның бәрін мен білдіріп тастағандай ұялмай кеп айтасың маған бәрін. Жюриде ағаларың жоқ қой бір жан. Жақсығып жіберетін жамандарын бір жан байқап сөйле, ойлап сөйле. Сендердің өтіп кеткен замандарың айқай ағау. Ай. Бай туып достым асағым батты. Келе сап неге кеудемнен қақты. Қаңтарда мені тығылдың ғой деп. Бәлесін неге осылай жапты. Қаңтардың жайын біліп алнақты. Ол кезде билік халықты сатты. Әкімдікті де өздері жақты. Терезені де өздері шақты. Өздері жақты. Айыпты бірақ халыққа тақты. Экстремистсің деп, террористсің деп мылтықпен атты, түрмеге жапты. Айтатын болсам қаңтардың мұңын, емі жоқ жара мәңгілік мұңын. Түрмеге жапты, сабалап бетті қазақтың қанша қызы мен ұлын. Қуат Найманды таяққа жықты, Жанболаттарды түрмеге тықты. Елді тонаған 200-лер тағы да судан таза боп шықты. Тоқайып бәрін оғамын деді, жаңа Қазақстан құрамын деді. Байлықтың бәрін елге қайтарып, қазақтың бақты қыламын деді. Билікпен халық жарасын дедім, өлеңім қырдан арасын дедім. Бәрінде қойшы, бәрінде айтарсың, қазаққа одай қарасын дедім. Өзімнің сырым өзіме мәлім, жауабым болсын сөзіңе жалын. Қаңтарда мен де қалада жүрдім, осының көріп көзіммен бәрін. Сендер де біздей іргеледіңдер, жайымды біліп біргемедіңдер. Қанша қырылып ел жатқан кезде біреуің тағы үндемедіңдер. Осылай сөйлеп ақыным мезгі, таңғалсын сөздің татымы бізді. Сендер сияқты бір жан біз, бірақ сендердей біздер, бірақ бір жан өртеген жоқпыз театрымызды. Көңілді жөнбе қайтару болса, жарасар сөзде қайтарым болса, мақсатың бізді тойтару болса, қаңтардың жайын саған берейін, шамаң жетсе егер айтарың болса. Бір Жириновский байқұс бірақ білмей кетті ау, өзінен асып кеткен жынды барына. Мұнаның әңгімесі қызық екен, бірде қисық ал бірде түзу екен. Жындылық емес бір жан біздердікі, арқа қозып кеткендегі қызу екен. Сен мені сынай берме ақылманша, осылай айтысып көр дәтің барса. Несі қызық ел алдында ойнап күліп тұрған дұрыс, қазық қағылған қазық құсап отырғанша. Ал енді бір салмағын салсам жырдың, сөзін тыңда көзін көріп қалсаң жынның. Маған айтпай билік айт деп қоясың. Сен биліктің қасында қанша жүрдің, Қайрат Сатыбалды Шымқалаға барған кезде алдына тұра қалып ән сап жүрдің.
Ал құдасы Сейтжановтың тойларында ұйымдастырғыш болып шаршап жүрдің. Білмеймін бүгін сенің шаптым атың, жігітпін дүние емес бақ қуатың. Қайран біздің заманның саясатай, достарды да бір-біріне жат қылатын. Өйткені бұл күндері арамза көп, адалдықты қумайтын тақ қуатын. Жириновскийдан өткен жынды дейді, бұл айтқан мысалыңыз нақты матым. Кейде жынды болғанда дұрыс шығар, 200-ді болғанша лақтыратын айқаяқ-ау. Ай, ай. Уақыттың аздығына бағынарсың, жеңілсең ауылыңа шағынарсың. Бір жан бар кезіңде ойнада күл, дәурен өтсе бұл күнді сағынарсың. Ақсуатта жеңілсең айып болмас, Бәйдібек ауданына шабыларсың. Тағы да Ринат шақырып ап, ауылыңмен жүрегіңмен жабыларсың. Осылай сенесеңді қайтарарсың, осылай күйігіңді тойтарарсың. Орта жолда тоқтаймын деп қалдың ау, әңгімең таусылған соң айталаршын. Көбейді бұл жалғанда ақылмаңдар, біреуге бәле жауып шатылмаңдар. Әр ақынның өз жолы бар бір жан қалқам, бекерге әңгімені сапырмаңдар. Мыналардың сөздері онша емес деп бекерге тістеріңді батырмаңдар. Тең болмас қырандармен сауысқандар, орындарыңда отырып ауыспаңдар. Сендердің өлеңдерің мынандай деп босқа сөйлеп естеріңнен ауыспаңдар. Барлығы бірдей болар қазақ үшін, сахнада ақын болып қауышқандар. Әй бірақ үйренгендер, үйренген жан осылар ғой. Мұсылманбыз деп басқамен алысқандар, Құдайдың өзіне де өтірік айтып, Құранға ой қосатын данышпандар. Айқаяқ-ау! Ай, ай! Жақсы, рахмет.